Барлықтарыңа сәлем. Бүгінгі видеода қалай эффектті капкатпен дұрыстау керегін үйренеміз. Мысалы, дәл осындай видео шығаруға бола ма? Иә, бұл видео көбінесе новичок блогерлерге керек болады. Видеоның соңына дейін қарап, сақтап алыңыздар. Видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастайық. Алдымен CapCut приложениесіне кіреміз. Өзімізге керек видеоны таңдаймыз. Видеоны настроить етеміз. Текстке осы сөздерді жазып аламыз. Міне, дәл осындай киношный эффект дайын болды. Егер сіз моблограф болсаңыз, сізге видеоны дәл осындай киношный эффектпен дайындасаңыз, тема болып шығады. Сонымен қатар менің каналымда новичок моблографтарға керек видеолар да бар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп видеоларды сақтап ал. Осымен киношный эффектке тутор аяқталды. Келесі видеода тутор эксперименттер болады. Жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп ал.